Тәуелсіздік тарихымен тығыз байланысқан қазақ елі егемендік алған тұста әлемге тыныштық пен бейбіт өмірді сүйгіш мемлекет ретінде өзін таныта бастады. Бұл татулықты ту ете білген қазақ халқы үшін маңызды қадамдардың бірі. Сондықтан 1992 жылдың 18 қазанында Алматы қаласында өткен бүкіл әлемдік рухани келісім конгресінде қатысушылардың қолдауымен аталмыш күн рухани келісім күні болып бекітілді. Осы орайда бүгін Қызылорда облысының Дін істер басқармасының ұйымдастыруымен рухани келісім тәуелсіздік тірегі тақырыбында діни бірлестіктер жетекшілерінің арасында аталмыш күнге орай дөңгелек үстел өтті. Қазақстан қоғамының дінаралық және ұлтаралық келісім саласында тұрақтылыққа қол жеткізуі ел халқының ұжымдық субъекті ретінде мәдениетінің және ұлтаралық қарым-қатынасының жоғары болуына нәтижесі болып табылады. Достық үйінде өткен шараға облыстағы діни бірлестіктердің өкілдері мен дін саласының қызметкерлері қатысты. Мемлекеттің дін саласындағы саясатын ілгерілетудегі жүргізіп жатқан жұмыстар, діни бірлестіктер арасындағы іс-шаралар рухани келісімнің беріктігін, өзге дін өкілдерінің арасында тұрақтылық пен татулықты одан әрі нығайтуға бағытталған. Барша қазақстандықтарды бүгінгі 18 қазан рухани келісім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл да мерекеде бұл Қазақстан елінің татулықты, бейбітшілікті сүйетін ел екенінің тағы бір көрінісі. Осындай мерекелердің қарсаңында дін өкілдері бас қосып, дөңгелек үстел өткізіп, бір-бірімен пікір алмасып жатыр. Бұл да болса адамды ізгілікке, жақсылыққа, адамгершілікке, татулыққа бастайтын ізгі іс болып табылады. Кездесуде Қызылорда облысы бойынша ақпараттық түсіндірме тобының мүшелері мен діни бірлестік өкілдерінің жетекшілері этноконфессияаралық келісімнің сақталуы, дінаралық келісімнің беріктігі мен зайырлылық турасында баяндама оқып, өз ұсыныс пікірлерін жеткізді. Всех вас, братья и сестры, поздравляю. Барлық діни бірлестік өкілдерін, барша әріптестерімді бүгінгі аталмыш күнмен құттықтаймын. Рухани келісім біздердің бір-бірімізге деген татулығымызды, бірлігімізді айқындайтын төлқұжат секілді. Ынтымағы жарасқан мемлекетіміз үшін бұл күннің маңызы өте жоғары. Бейбітшіліктің кепілі болған рухани келісім күніне арналған, ұлты мен дініне қарамастан біріктіруге, тұрақтылық пен келісімді сақтауға және одан әрі дамытуға бағытталған шара соңында қатысушылар ұтымды пікірлері мен орамды ойларын ортаға салды.